Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге осындай керемет фридің қалай жасалу жолын айтатын боламын. Өте қарапайым, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Мен кем дегенде аптасына бір рет жасап беремін балаларыма. Өте қатты қуанады. Видеоны соңына дейін қарамастан бұрын менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып колокольчикті басып қойыңыздар, сонда менің әрбір шыққан жаңа рецептімді бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар, өте қысқа етіп түсірдім. Алдымен бізге осындай ашылған картопымыз қажет. Бұны дәл осы видеодағыдай турап аласыздар. Қатты жуанда емес, қатты жіңішке де емес, осылай ұзыншалап турап аламыз. Осылай барлығын турап алып, біздің салқын суымызға салып қоятын боламыз. Турап жатқандарды мұздай су болуы керек. Барлық картопты дәл осылай турап аласыздар. 3-4 картошканың өзі керемет фри жасауға болады. Дәл осылай суға салып, бұны төгеміз суын, және де тағы да мұздай салқын суға тағы да жуатын боламыз. Біздің суымыз тып-тынық мөлдір болуы керек. Біздің толықтай крахмалымыз кетуі керек. Бұның тағы да жуып тазалап, осылай құрғақ осындай салфеткамызға төсеп шығатын боламыз. Енді біз суын сіңіріп алуымыз қажет. Дәл осылай жасап аласыздар. Енді біздің майымызды қыздырып, қуыра берсек болады. Картопымыз кепті. Дәл осылай аз-аздан қызып тұрған майымызға осылай бауырсақ секілді етіп, сап-сары етіп қуырып алатын боламыз. Газдың астын шамамен орташа етіп қоясыздар. Өте қатты, өте жай болмауы керек. Міне, қанша азырақ салсаңыздар, сонша тезірек піседі, және де өте әдемі болып шығады. Толтырып салып жібермейміз майға. Аз-аздан осылай. Енді осыны салфеткамызға салып, майын сіңіріп алуымыз қажет. Осылай салсаңыздар, өзі майы сіңеді. Дәл осы қуырылған картопты ыстықтай үстіне тұзымызды сеуеміз. Себебі ыстықтай тұз сепсеңіздер, тұзымыз сіңетін болады картопқа. Өте дәмді болып шығады. Аз-аздан сепсеңіздер жетеді. Дәл осылай барлығын қуырып аламыз. Өте оңай, міне, бар жоғы жарты сағат уақыттарыңыз кетуі мүмкін. Дәл осылай бір-бірлеп аз-аздан тұзын сеуіп, майын сіңіріп болған екен ыдысымызға салып, осылай қасына кетчуп салып, балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте қарапайым. Сіздермен болған Әйгерім. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.